Қош келдіңіздер барсақ каналыма. Бүгін хачапури пісіреміз. Керек заттарымыз: ұн, тұз, қант, дрожж, сұйық май, 2 қасық. Бәрін салып, сумен араластырып, қамыр жасап аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қоя тұрамыз осылай. Оған дейін бетіндегі начинкасын дайындаймыз, яғни сырын теркадан өткізіп аламыз. Қамырымыз дайын, жарты сағат өтті. Осы қамырда менде 2 хачапури шықты. Осы қамырымызды 2-ге бөліп, бір бөлігін жайып, оқтамен жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді бетіне жаңағы теркадан өткізген сырымызды жайып шығамыз. Сырымызды қамырдың үстіне бәріне салып болғаннан кейін шетінен бастап қайырамыз, 2 шетін қайырамыз осылай. Екі шетін қайырып болғаннан кейін 2 ұшында біріктіреміз қамырымызды. Сосын формамызға саламыз. Формамызға салып, бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Сосын 200 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Міне хачапурин жарты сағатта пісті. Енді духовкадан алып, бетіне бір жұмыртқаны құямыз да қайта 5 минутқа қойып аламыз. Міне хачапуриніміз дайын, қамыры жұмсақ болып шықты. Лайк басып, қолдау көрсетіп, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер.